Менің атым Нұржамал, фамилиям Бекболатова. Туған жылым 1938 жылы 25 декабрьде тудым. Негізі туған жерім Новосибирск. Менің өзім Қазақстанға, Көкшетаулық әке шешем, сонда өзіміз қайтадан келдік. Әке шешемнің бәрі енді нағашыларым, 6 нағашым, әкем 2 ағайынды болған, олардың бәрін Новосибирскке атып тастаған. Содан шешеміз екеуміз ғана Новосибирскінің үстінде қайтып келдік. Содан Көкшетаудан қайтадан Павлодарға келдік. Павлодарда тұрып, одан кейін мен ес білгеннен кейін 10 класты интернатты бітіргеннен кейін интернатты бітіріп осында Алматыға кетіп қалдым. Күнделікті жұмысым сол, жалғыз өзім осында тұрам. Жалғыз өзім тұратын себебім Алтын Ордаға баратын жағдай болмай жатыр. Автобусы жоқ үй. Қапшағайға баратын жағдай болмай жатыр. Ол деген қызымның 5-ші этажда тұрады, лифт жоқ. Онда тағы жағдайым болмай жатыр. Ал енді үлкен ұлым деген өзі осында тұрады, оның да баратын жағдайым жоқ, жағдайсыз болып балалар. Сондықтан мен жалғыз өзім тұрам. Күнделікті шаруам сол, өзімен өзім айналсам. Өз денсаулығым жоқ. Көбінесе сол өзіме массаж жасаймын, шамам келгенше, қолым жеткенше, өзіме прикладывать етем, маз бірдеңе болса мына солармен заниматься етем. Сосын сол үйдің тірлігі әйтеуір, жалғыз өзім көмектесетін адам жоқ. Өзім жасап жүрем. Мен енді бұрын ауырам деп ойламап едім. Севердің климатынан келіп, екі бетім қып-қызыл болып, еш уақытта ауырмай, осы сондай тың жүруші едім. Сол бір күні 15 километр жерге үстімде шифоновый көйлекпенен, аяғымда жай ғана босоножка. Сонымен бір мотоцикл жігіт тоқтай қалды, апарып тастайын деп, мен оған асып тұрын, жарайды барсам барайын деп мотоциклге міне қалсам, люлькалы мотоцикл жабылатында жоқ екен. Октябрь айында жаман су өтті, сүйегіме дейін қатып қалды деген, не істерімді білмей, үйге келгеннен кейін 6 сағат ессіз құлап қалдым. Суықтан қатты жығылдым. Қатты жығылып, содан оңбай қалдым. 2 ай больницада жаттым, воспаление болып, двухсторонний. Онда тетрациклин дүйіп бере береді, одан басқа дәрі жоқ. Сол 2 айдан кейін шықтым. Содан воспаление, Алматының климатына қалдым. Грипп, постоянно грипптен оңбайым, грипп болса ауырам, обострение болады, бронхит болдым. Одан кейін обструктивный бронхит болдым. Одан кейін астма дегенге қалдым. Сонымен әбден көретінді көріп, дәріні ішіп, шек қарынды түгел құрттым. Гастрит, язва, грыжа желудка, соның бәрін алдым. Почкада камень, почкада емес, поджелудочная железа бәрі ауырады, желудочный путь камень, почка ауырады, печень ауырады, іш құрысым түгел дәріден құрыды. Енді күндердің бірінде келіп қарап отырсам рекламаны ламифарин деген сатылып жатыр екен. Содан кейін олай ойлап, бәрін сұрастырып, менеджерлерге сөйлестім дағы, содан маған үйге кеп беретін болды. Үйге кеп береді, қашан заказ берем. 6 банкасын бір рет алдым, басында 6 банкасын алғанда, ол енді менің 99 ауырың бәрін ләзде жұлып тастамайды ғой. Хронический болып кетті бәрі ауырдың. Сонда дағы қайтадан іше бердім. Іше бергенмен балам қосылды. Балам денсаулығы жоқ болып қалды. Бизнестен әптен дискомфорт болып, жұмыстың бәрі жүрмей, содан балам деген на нервном почве қатты ауырып қалды. Енді балаға бөлісу керек болды. Балаға бөлісуге сол 6 банка алсам, 3-ін балаға берем, 4-ін балаға берем. 6 банка алсам, 5 банка алсам, 1 банканы мұны артритке жағам. Артритке Аллаға шүкір 1 банканы қоямдағы, сол ішкенім 2 банка болса, сол 1 банканы артритке жағып, содан әжептәуір көмек алдым мен. Артритім жақсы болды. Кішкене бұрын ит жегенде кемірді сүйектердің бәрі ұршығынан бастап, тіземеден жек қояды ит жегенде. Оның бәрі сая бірледі.
ана неткесін маза еткесін кейбір айтады, ой сырттан жаққан не болады, ол бәле олай болмайды, сырттан жағам, іштен ішем шамам келгенше. Оның үстіне мен өте строго уақытымен ішем, уақытымен қоям, қанша положено, содан кейін азды көпті постараюсь диетаны соблюдать етуге. Ал енді қазір кішкене заман өзгеріп кетті, екеу болып кеттік, баламыз екеуміздің расходымыз 60 мыңға 60 мыңға ақша алатын болғандағы ламифаренді 2 ай болып мен іше алмай қалдым. 2 ай болып іше алмай қалғанда соның өзінде 5 мыңнан сап қоям ба, 10 мыңнан сап қоям ба, мен жинаймын ламифаренге. Мен ламифареннің айтып отырмын ғой, суставыма жақтым мен. Менің суставым жаман ауыратындың, құрт жегенде жек қояды, ұршығым бар, тізем бар бәрі. Аллаға шүкір қазір со ламифареннің арқасы деп ойлаймын, өзім соның көмегі. Сырттан жақтым, бинттарым бар, сатып алған специально байлап тастайтын. Сонымен жағып, бір әкелген неме, мысалы 3 банкесін әкелсем, 1 банкесін мазға қоям мен. Енді оны проверка жасап көрдім басында, істеңе болмайды, ол сырттан жаққан не болады деп жүрт маған сөйтіп. Мен ойладым, попробуй етіп, бір жұма жағып, кішкене аздау, ауырғаны, аздау. Сөйтсем, жаман емес, жақсы байлап қойсам, жақсы болады. Бірақ енді нетпейсің, қибайсың, көп кетеді, майды көп жағу керек, онды қайткемен дене қойғанда, ауырған жеріңе жақсаң, өте көмегі көп. Ламифареннің көмегі көп. Суставтарға да жақсы. Менің аяғым қисайып қалушы едім, мүмкін совсем жүре алмай қалушы едім, білмеймін. Бірақ та осы міне ламифаренді көп жақтым мен. Мына дәрі ламифарен жақсы болады алуға, болады. Текке кетпейді бұны. Бірақ та енді бұны регулярно алу керек. Маған 8 жыл болсын, 3 жыл болсын іше берер едім, мен әттең жағдайым болмай отыр. Ламифаренді шығарып атқан, осы жаққа әкеп атқан адамдарға да алғысымды білдірем. Алладан қайтсын бізге жасаған жақсылығының бәрі. Өздері теп-тегіс осы журналистеріміз болсын, менеджеріміз болсын, бізге әкеп беріп атқан осы тасушылар болсын, бәріне алғыс айтамын. Алғыс білдіремін, мезгілінен қалдырмай әкеп береді. Анау айтқан менеджерім болса, звонок болса бітті, ләзде жасы болады, ләзде жібереді уақытында. Қанша деймін, жағдайыма қарап, әйтеуір кішкене жағдайға қарасы батады, кейде шамалары келгенше. Енді бұл тегін беретін, сонша арзандатып тастайтын дүние емес. Оны біз білеміз ғой, біз екі дүниені жасаған адамбыз ғой. Бұны тегін бер деп айта алмаймыз. Сондықтан рахмет ламифареннің ұжымына. Бәрінің жақсылығы, еңбектері еш болмай, еңбектері әр уақытта жанып, жарқырап тұрсын, шаруалар оң болып. Нұржамал апа, үйіңізге қонаққа шақырғаныңызға рахмет. Сіздің ламифарен еліңіз таусылғанын естідік. Сондықтан да сізге кішігірім сыйлық ретінде өзіңіз ішіп жүрген ламифарен гелін сыйлаймыз. Бір курс. Және де қосымша бізде капсула қиылысы шықты жаңадан. Иісі жоқ, дәмі жоқ. Гел курсын аяқтаған соң капсула курсын ішсеңіз болады. Бастай берем ана жаңадан. Бастай бересіз, бәрі сізге, апа. Ауырмай, деніңіз сау болсын. Алтыным рахмет, Құдай жарылғасын сендерді. Дендеріңе саулық берсін, дерттерге шипа берсін. Бастарың амандық болсын, жолдарың ашық болсын. Алла әр уақытта дастархан байлығын, деннің саулығын беріп, дегендеріңе жеткізсін. Аллаху акбар.